Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында нағыз тандыр самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз және де арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Мінекей осындай өте қатпарлы және де әдемі, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді біз қамырымызды дайындап аламыз. Алдымен тұзды суымызды дайындаймыз. Одан соң бір дана жұмыртқамызды ұнның үстіне салып, суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Және де қамырларыңыз қатты жұмсақ болып кетпесін. Барлық құрамдарды описаниеге жазып қалдыратын боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны 5 бөлікке бөліп зуала жасаймыз. Ал енді біздің қамырды бетін жауып, тұндыруға алып қоямыз. Оған дейін біз қамырымызды жаю үшін ұн мен крахмалды араластырып алатын боламыз. Бұл біздің алдағы уақытта қамырымыздың жабысып қалмауы үшін осылай крахмал қосып қолданатын боламыз. Мінекей мен осылай 2 қамырдан алып жайдым. Өз қалауыңыз бойынша бір-бірден жайып шықсаңыз да болады. Мінекей крахмал араластырғаннан соң олар еркін бір-біріне жабыспай жақсы тегіс болып жайылатын болады. Ал енді дайын болған қамырымыздың ішіне ерітілген суытылған сары майды осылайша барлық жеріне біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Одан соң үстіне екінші қамырымызды жаятын боламыз. Осылайша барлық қамырларымызды сары май жағып дайындап алатын боламыз. Егер сіз самсаның өте қатпарлы және қытырлақ болып шыққанын қаласаңыз, осы қамырды міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен өзім осылайша жасап, тоңазытқышқа тоңдатып қоятын боламын. Кез келген уақытта алып, керемет қатпарлы самса пісіріп аламын. Мінекей біз соңғы қамырымызды жайдық. Енді оның да үстіне сары майды жақсылап біркелкі етіп жағып шығамыз да біздің самсаның қамырын орап шығатын боламыз. Мінекей осылай тығыздап, жақсылап орайтын боламыз. Мінекей біздің самсаның тестасы дайын болды. Енді мұздатқышқа 1,5 сағатқа қатырып алатын боламыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Туралған пиязымыздың үстіне тартылған етті салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, ұнатсаңыз зира да қоссаңыз болады. Бұл өте керемет дәм беретін болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің дайын болған қамырымызды алып, өзімізге қажетті мөлшерін кесіп алатын боламыз. Мінекей қарасаңыздар өте қатты болып, жақсы болып тұр. Самсаның да формасын өте жақсы ұстайтын болады. Біздің қамырды осылайша бөліп шығатын боламыз. Бұл жерде менде 15 дана шығатын болады. Мінекей қарасаңыздар өте керемет, сондай бір қатты қамыр болып тұр. Бұл самсаның формасын өте жақсы ұстайтын болады. Ендігі кезекте біздің қамырымызды жайып алатын боламыз. Астына кішкене ұн салдым, жабысып қалмау үшін. Енді барлық қамырымызды жайып болған соң, ішінен біздің салмамызды салып шығатын боламыз. Ал енді біздің самсаның формасын жасайтын боламыз. Осылайша бір жағына қарай бүкіл біздің қамырымызды жинайтын боламыз. Бұл самсаның формасын негізінде тамшы деп те атап жатады. Өте сондай бір қолайлы, керемет самса, дастарханның керемет сәнін ашатын самсалардың бірі. Мінекей өте оңай, осылай қолыңызбен қысып жасауға, ашылып қалған жері болса қаттылап басып жіберсеңіз болады. Мінекей тағы бір рет көрсететін боламын. Осылайша оп-оңай жинаймыз. Одан соң осы жерінен басшанын қысып дайындаймыз. Болды, өте оңай. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Мінекей осылайша барлық самсаларымызды
жинап түйіп шығатын боламыз. Ең басты ережені айтып өтейін. Құрғақ протеинді алдымен пешке өте қатты температурада қыздырып алатын боламыз. Содан соң жұмыртқаның ақ уысына осылайша самсаларды батырып, қатталап жабыстырып шығатын боламыз. Бұл біздің алдағы уақытта пеште аударып пісіргенде біздің самсалардың құлап қалмауы үшін. Мінекей достар, барлығын осылайша протеин суып кетпей тұрып тез жабыстырып аламыз. Одан соң 5 минут көлемінде пешке салып аламыз. Осылай кішкене көтерілуі қажет. Мінекей жабысып тұр, түсіп қалмай. Енді біздің пешке аударып 25-30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің самса пісіп шықты. Қараңыздар, өте керемет, қатпарлы, қытырлақ, сондай өте дәмді, нағыз тандыр самсаның өзі болып шықты. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз.